Тағамға ерекше дәм беретін аскөктің, яғни укроптың емдік қасиетінің бар екенін естігенсіз бе? Және де қандай ауруларға ем екенін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Аскөк тек тағамдық дәмдеуіш қана емес, сонымен қатар бірнеше түрлі ауруға ем бола алады. Оны көне Египетте бауыр сырқатын емдейтін дәрі ретінде қараған екен. Аскөк тұқымының құрамында эфир майы 3%-ға дейін болады. Одан су буымен айдау арқылы басқа да май түрлерін өндіреді. Бұдан басқа фенхон, анитол, флавоноидтар, аскорбин қышқылы, каротин, басқа да химиялық қосылыстар бар. Одан қан қысымын төмендететін, қан тамырларды кеңейтетін, ішектердің жұмысын жақсартып реттейтін, зәрді жүргізіп қақырық түсіретін дәрілер жасайды. Халық емшілері одан ежелден ұйқы келтіретін, өтті айдайтын, бауырды емдейтін, балалы әйелдерге сүт шығаратын дәрі ретінде қолданып, бай тәжірибе жинақтаған. Аскөк тұқымын ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсарту үшін де тиімді пайдалана білген. Ғылыми медицина жас балаларға арнап одан аскөк суын дайындаған. Ол үшін аскөк майының бір бөлігін 1000 бөлікке тазартылған су қосып дайындаған екен. Іш жүрмей қалған кезде аскөктің ұнтақталған дәнін бір шай қасықты бір стакан қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста 1 сағат бұқтырады. Осыдан 2 ас қасықтан күніне 3-4 рет ішеді. Зәр жолдарының ауруына, зәр бөгеліп, жолдары ашып ауырған кезде 1 ас қасық аскөк тұқымын 1 стакан қайнап тұрған суға 20-30 минут жабық ыдыста бұқтырып, сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5-6 рет ішеді. Қан қысымының өзгеруіне 1 ас қасық ұнтақталған шөбін 250 грамм қайнап тұрған суына салып, 30 минут бұқтырады. Осыны астан бұрын жарты стаканнан ішіп, емді 10 күн жалғастырасыз. Егер сізде аллергиядан теріңіз бүлініп қотырланған болса, аскөк шырны мен шөбін суға қайнатып алып, екеуін қосады да қотыр үстіне компресс жасайды. Дене күйіп қалған кезде аскөк шырны мен шөбінің қайнатындысынан жылыдай компресс жасайды. Өт пен бүйрекке тас байланған жағдайда 2 ас қасық аскөк шөбін, тұқымы, шөбі, жапырақтарын барлығын ұнтақтап, 500 грамм қайнап тұрған су құйып, су моншасында тағы 20-30 минут ұстайсыз. Осыны бұқтырып салқындаған соң, жылыдай ас алдында 3-4-ке бөліп ішесіз. Емделу барысы 21 күн. Көздің өткірлігі төмендеп, көз тез шаршайтын болса, сізге аскөктің тұқымы көмектеседі. Ол үшін аскөктің тұқымынан компресс жасау қажет. Аскөктің тұқымын дәкеге салып, біраз уақыт жылы жерге қою керек. Содан соң оны көзге 20 минут қоямыз. 20 минуттан соң көзіңізде айтарлықтай жеңілдіктерді сезесіз. Бұл әдіс сондай-ақ көз айналасындағы әжімдерді тегістейді, ісіну және қабақтың қызаруын азайтады. Аскөкті кептіріп жағып, күлін жазылмай жүрген жараға сепсе, ол тез жазылады. Ұрық дәнін ұнтақтап ауызға салып сорып жүрсе, ыстықты қолма-қол тияды. Асқазан ішек жолдарын тазарту үшін жарты литр суға ұрық дәнімен қоса кептірген сабағының ұнтағын 2 ас қасық салып ішесіз. Диарея, іштің қатуы, яғни запор секілді ауруларды емдеу үшін 1 ас қасық кептірілген аскөкті жарты литр суға салып 1 сағат тұндырасыз. Осылайша жарты стаканнан күніне 3 рет ішу қажет. Ал жас аналарға аскөкті көп тұтыну өте пайдалы және психологиялық аурулар кезінде де таптырмайтын құрал. Бұл өсімдіктің адам ағзасы үшін ешқандай да зияны жоқ. Бүгінгі ақпаратым сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырып, қолдап кетулеріңізді өтінемін. Және де менің каналыма тіркеліп, осы айда оқырман санын 10 мыңға жеткізуге атсалыссаңыздар. Ал келесі видеода аскөкпен қалай арықтауға болатынын айтатын боламын, және ол видеоның сілтемесін описанияға қалдырып кететін боламын. Сауда саламат болыңыздар, ауырмаңыздар, жүз жасаңыздар.